Қайырлы күн достар, біздер бүгін осындай жұмсақ әрі көтеріліп әдемі болып шығатын бауырсақ дайындаймыз. Ол үшін алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Алдымен ол үшін біз табамызға жылы суымызды құйып, одан соң қант және тұз, одан кейін қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, 10-15 минутқа бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Мінекей бізде осындай ашытқы пайда болады. Енді осының үстіне аздаған сұйық майымызды құйып, одан кейін ситадан өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қолымызға жабыспайтындай болғанша илейміз. Енді біз табамызға сұйық майымызды айналасына дұрыстап жаға отырып, одан соң қамырымызды салып, бетін жауып жарты сағаттай қоямыз. Мінекей менде осындай болып көтеріліп шықты. Енді осыны біз жақсылап ысамыз, қамырымыз жұқа болып кетпесін. Мінекей менде осындай болып шықты. Енді біз оны осылай 10 минутқа қоя тұрамыз. Мінекей осылай көтеріліп әдемі болып шығады. Енді біз осыларды қуырып пісіреміз. Тавамызға сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Содан кейін бауырсақтарымызды біртіндеп салып отырамыз. Мінекей біздің бауырсақтарымыз дайын болды. Өте жұмсақ әрі дәмді. Сіздер де бұл рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерге ас болсын.